1999 жылы Әйтеке би ауданы Қаратау елді мекенде Қуандық Шаңапбаев атындағы қазақ орта мектебін бітірдім. Одан 2000 жылдары Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің инженер-техникалық факультетінен оқуға түстім. Жалпы университетті бітіргеннен кейін әскерде болдым. Одан әскерден келгесін 2006-та жол қозғалысын ұйымдастыру ГОР жеке шаруашылық мекемесінде жұмысқа тұрдым. Ол мекемеде 2012 жылға дейін жұмыс жасадым. 2012-ден 2015-ге дейін Белоракурс фирмасында қызмет атқардым. Одан 2015-те номері 45-ші жалпы білім беретін мектепте қызмет атқардым. Одан міне 2016 жылы номер 60-шы жалпы білім беретін орта мектептің директордың әкімшілік шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары болып тағайындалдым. Еңлік кебектің рөлін ойнаттым ғой мен. Абзалда. Еңлік болды. Сосын күнде бөлек-бөлек дайындаймын жаңа оқушылар. Айтам сосын. Осылай қыласыңдар. Сосын айтам ғой, еңлік кебек деген ол бір-біріне өте ғашық адамдар. Бір-біріне жақындап, құшақтап, бір-біріне сөйтсеңдер десем. Абзалдан айтадым, апай күнде біреуін шығарасыз деп қызылатын еді. Сен де осы ойнадың ба осы біреуін? Ойнадым ғой жаңа. Шегеде болдым ба? Домбыра қолымыздан түспейді еді. Сабақ болса бітті Рустам. Ағай Серік, апай Серік өлең айтсыншы деп. Сонда оларға сабақ болмаса болды ғой. Мен сонда ойлаймын, үйге барып домбыра алып келемін сабаққа күн аязда. Оны алып келемін, 2 сағат өлең айтамын сабақ болдырмау мақсатында. Олар мәз, мен отырамын өлең айтамын. Мен мысалы өзімді мұғалімдіктен шаршап кеткенде, Күләштің кейбір айқайынан шаршап кеткен кезде, Серікті тыңдап, шамал демалайық жай дейтін едім ғой мен. Қай класстан бастап домбыра тартасыз? Домбыраны бастап? Мен негізі кішкентайымнан тартамын. 94-тен бастап, 94-те 4-ші класстан бастап мектепке араласып, кішкентаймын өзі. Өзім бойым кішкентай болды ғой мен. Кішкентай болды сен? Бойым кішкентай болды менің. Домбырам үлкен. Содан кеттік қой өнермен. Міне Құдайға шүкір 11-ші классқа дейін қолымыздан домбыра түскен жоқ. Құдайға шүкір, шәкіртпен мақтанамыз. Мұғалім деген енді былай қарасаң, Мағжан айтқан сөзі бар ғой, алты алаштың адамы жиналса, ең жоғарғы орын мұғалімдік. Жақсы болып қалыптасқандарының осыларды қуанам, мақтанам. Мысалы, Абзалды айтып мақтанам жаңа. Осындай мектепті басқарып отқан Тәжімші Абзал сол менің оқушым ретінде. Бізге сол ұстаздан шәкірт озғаны керек. Ұстаздың бақыты, шәкіртінің бағының жанғаны. Менің ұстаздық еңбегімде ұстаз бен шәкірт арасында тағдырымыз табысып, тоғысқан, көзге түскен оқушыларының бірі, мектептің мақтанышы болған Қиынбаев Серік Қуанышұлы. Серіктің әлі де алар асулары өте көп екеніне мен сенемін, мақтанамын. Жеңісті, қуанышты күндер тілеймін.